Қайырлы күн, құрметті аталар, апалар және оқушылар. Жаным деген әдемі сөз бар емес пе? Ендеше осы сөздің астарында қаншама тәрбие мен мән мағына. Қалай, өзін-өзі адами қасиетін түгел ұстап, ортамызда жақсы адам болғанын қалаймыз. Өзің бір болады ғой, қай жақтың қайлы, соған қарай бейімдеп, кішкентайынан сен мысалы кейбіреулер ақын болады, кейбіреулер жазушы болады, кейбіреулер мұғалімді жақсы көреді, кейбіреулер дәрігер жақсы көреді. Сол бір ыңғайлап, ары қарай балаға кішкене көмек көрсету керек те. Жақсы. Заманның аты білім ал, оқу дейсіз. Болды ма? Жақсы. Атадан балаға одан әрі немереге қалдыратын өсиетіңіз бар ма? Қандай өсиет қалдырады? Біреулердің мүмкін техникаға жақсы, тракторист боламын ма? Соған бәрі көріп боламын. Жақсы. Ендеше бүгінгі қандай тақырып, бүгін біз қандай тақырып төңірегінде ой қозғаймыз деп ойлайсыздар? Ұстаздар бар, отбасылар бар. Болмаса егіншілер, малшы, тіпті біздің ауылдың өзінде тұрғанда болмаса жаңағы темір жолда істейтін кәдімгі бір отбасының ары қарата жалғасқан кәсібін ары қарата жалғасында бірнеше кәсіп иелерінің болуы сондай жағдайдағы сондай тақырыптағы кездесу деп ойлап отырсыз, иә, Сахан? Иә, мен солай көрем. Иә, құптаймыз енді ол да бар, бірақ біздің бүгінгі тақырыбымыз немеремізге мамандық қажет етеді деген сөзін негізге алып келіп отыр. Кім боламын? Қай мамандықты таңдайсың деген сұрақтарға оқушылардың кейбірі ата-ана біледі, тұрмыс жағдайына байланысты болады деген жауаптар беріп жатады. Өз таңдауым деп жауап берген бала саны аз. Осы орайда ата-ана баласына мамандықты неге жүрек қалауымен таңдауына мүмкіндік бермейді деген сұрақ туындайды. Таңдауда көмектесу үшін жасалатын шаралар жиынтығы кәсіптік бағыт бағдар беруден атаймыз. Балаға кәсіптік бағыт бағдар беруде ата-ананың орны ерекше. Сондықтан мамандық таңдауды балаңызбен бірге келесі сұрақтарға жауап беруден бастаңыз. Бірінші, балаңыз кім болуды армандайды? Ойында жүрген мамандықтар қайсы? Олардың тізімін жасаңыз. Екінші, тізімдегі мамандықтарды не байланыстырады? Балаңызбен ойланып көріңіз. Үшінші, балаңызға қай салада жұмыс істеген көбірек ұнайды? Адамдармен бе, әлде құжаттармен бе? Мүмкін жануарларды күту немесе техниканың құлағында ойнау, шығармашылықпен айналысу ұнайтын шығар. Төртінші, балаңыз мектепте қай пәнді сүйіп оқиды? Жанына нақты ғылымдар жақын ба, әлде гуманитарлық ба? Бесінші, балаңызға ұнайтын салаға қай мамандыққа сұраныс жоғары? Бәсекеге қабілетті болу үшін балаңызға қандай қабілеттер қажет? Алтыншы, мамандық таңдау оңай. Балаңыздың қызығушылығына қолдау білдіріп, шығармашылық еркіндігін шектемеңіз. Үшінші, балаңызға оның әлсіз және күшті тұстарын анықтауға көмектесіңіз. Балаға болашақта қандай дағдылар қажет болады? Сарапшылардың пікірінше, жобалар жасай білу машықтары, топтық жұмыс істей алу, түрлі жағдайларға тез бейімделу, үлкен көлемді ақпаратты өңдей алу дағдысы еңбек нарығында үлкен маңызға ие болады. Ең бастысы, ата-ананың міндеті балаға мамандық таңдау емес, дұрыс кәсіптік бағыт бағдар беру екенін ұмытпаңыз. Немереңіздің қандай қалауы барын анықтаңыз. Кім болғысы келеді, немен айналысқанды ұнатады, неге қол жеткізгісі келеді. Ал белгілі бұл ақпарат сіздерге қандай? Түсініксіз ба, білесіз ба? Екінші кеңес қандай жұмысқа бейім, қабілет, қызығушылық, ынта. Қызығушылық бір затты немесе құбылысты білуге, оны зерттеуге ұмтылу. Бейімділік белгілі бір қызметпен айналысуға ұмтылу. Қызығушылықтар мен бейімділік сәйкес келуі немесе сәйкес келмеуі. Бала меңгеріп кетеді деп ойлайсыз ба? Иә немесе жоқ? Жоқ. Дәлел. Не үшін? Өзі қаламаған мамандықты егер
мамандығыңды сүйіп отырсаң, жүрегіңмен қалап отырсаң, ол жұмысқа сенің бейімділігің де, құштарлығың да артады. Сен жұмысты жақсы істей аласың. Егер де сен өзіңнің қалауың емес, барып мұғалім боласың, доктор боласың десең, ол баладан ештеңе шыға қоймас. Дұрыс айтасыз. Бірақ сондай жұмыс жасап жүрген адамдар бар. Аз, өте аз. Статистиканы қарайтын болсақ, бар, әрине, істеп, сол ата-анам маған таңдап бере қаламағандықтан жұмыс істегісі келмейді. Сіздер ата-ана ретінде бұл жағдайды қалай түсінесіздер және оған қандай кеңес берер едіңіздер? Қазір Біріншіден мен айтайын дегенім, бұл жерде мамандық әрине өзінің ұнамаған мамандығымен ол бітіріп шықты. Шыққаннан кейін ол жұмыс істегенде де оның көңілі болмайды. Екіншіден оның жұмыс істегені, екіншіден оның ары қарай жұмысы болмағаннан кейін ұнамаған мамандық. Сіз отырасыз? Ары қарай жұмысы да жүрмейді, қолы да жүрмейді деген сияқты болады да. Ол егер ол өте бірінші ол баланы ең бірінші қызықтырар еді. Жоқ, ол жұмысқа. Сіз былай қылыңызшы. Оның жағдайын келсін, әрине түсінемін. Түсінгендіктен ол балаға айтар едім мен. Егер де сен егер ұнамай баратқан болатын болса, басқа институтқа түсуге болады, немесе басқа мамандыққа немесе егер де болмай баратқан болатын болса, сол мамандықпен басқа жұмыстар істесең де болады. Әңгіме ол сол мысалы сол жұмыспен істеу емес, басқа жұмыстармен сол кейбір жерлерде басқа жұмыстар істеуге болады. Келесі жұптан шықсаңыздар, жақсы. Біздің көңілімізге қарап, ренжіске ата-анасына айтыр, оқыды 4 жыл білім алып. Қайта оның оқығаннан да рахмет. Оқымай ары ақшаны шашып жүрсе, тағы бөлме. Қандай кеңес бересіз? Кеңесімен де істеп көр, ұнағанынша. Ұнамаса, басқа ыңғайлы соған сәйкес келетін дипломы жұмысқа ауысып кет дейсің бе? Жақсы, керемет. Иә, бірінші жұмысты істеп көр деп айтқанда дұрыс. Себебі мүмкін үйреніп кетерсің, иә? Мүмкін соған жанына жақын шығар ол. Шынымен өте керемет кеңес айттыңыз ата. 4 жыл құр босқа қаражат кеткен деген өзінің сол мамандықты қазір мәселе диплом болса басқа мамандықты да істеуге болады, дұрыс па? Жоғарғы оқу мамандығы болса дегенім ғой. Кеңесіңіз, қандай кеңес бересіз? Кеңес бергенде сол менің кеңесім мамандықты таңдауда қателеспеу керек. Енді ол қателесіп бітіріп дипломын әкеп отыр ғой ата. Сіз не істейсіз? Оның басында айтпаңыз, ол басында ол бала болса тыңдады, ал енді 4 жылдан кейін ақыл санасы өсіп енді айтып отыр, мен істемеймін жұмыс деп. Сіз сол кезде не айтасыз? Кеңесіңіз? Енді өзің қалаған оқуын тағы оқысын онда. Сізді тағы оқи сал, тағы өзің тап деп, ақшасын өзің төле деген сияқты дұрыс айтасыз. Жақсы, бұл шапалақты қояйық. Ақыл мен бағыт беру, қолдау көрсету, осындай үйлесім болған жерде ғана дұрыс шешім табылады деп ойлаймын. Екінші тапсырмамыз осымен қорытындылап, қол шапалақтап қояйық.
былай ғой немереңіз автоэлектрик болса жазасыз және ойландырған не ойландырды сізді екі ақпарат және тілегіңіз жазсаңыз да болады жазбасаңыз ұнаған үш ақпарат бүгінгі кездесуде пікір алу кездесуінде үш ақпарат ұнаған қандай ақпарат болды Серьезно. жақсы рахмет тағы ойландырған ақпарат сіздікі ол ойландырған Мен мамандығымды өзім таңдап жатырмын, экономист. экономист сәттілік сізге тағы бізде экономист бар екен болашақ тағы кім бар болашақ асылбек тұрып айта ғой кім болғың келеді болашақта өзіңді қалай елестетесің кім боламын деп сотрудник боламын өзім таңдап отырмын жақсы сәттілік болғанда осында ата анаңыз қандай мамандық қандай тамаша жарайсың сәттілік юрист заңгер боламын дейді әскерде қызмет етемін одан кейін әскери қызметке қаласыз иә жақсы отыра ғой дұрыс Қазақ әдебиет пәнінің мұғалімі. ой керемет дипломын алдым да сол салада жұмыс істедім бір жылдай. Бірақ өзіме ұнамады. Бірақ тіккенді де жақсы көремін. Үйде де тігемін, көрпе де тігемін. Бірақ сонда да ол менің мамандық емес екенін білдім. Уақытым өтіп, жасым өтіп кетсе де мұғалімдікке түстім. Мұғалімдікке түстім да осы саланы таңдадым. Осы саланы таңдағаныма еш өкінбеймін. 17 жыл болды осы салада жұмыс істеп келе жатқаныма өте қуаныштымын. Жұмысымды жақсы көрсем, сонда бір керемет немен, көңіл күймен, жақсы көңіл күймен жұмыс істейсің. иә Так, ұнаған үш ақпарат маған балаларға деген немере деген біз немереге айтып отырмыз ғой, сондықтан мүмкіндік беру, дұрыс бағдар беру и бейімдеу. Ойландырған екі ақпаратын ол мамандық табу және жолын табу. Үшінші тілегім саналы білімді маман алу. маған ақпараттарда таңдауды баланың өзі таңдаған дұрыс. Екінші, мамандық әр адамның қабілетіне, қызығушылығына байланысты. Үшінші, мамандықты дұрыс таңдау табысты өмір деген. Және енді ойландырған ақпараттарға мамандық таңдауға кедергі болмау. Әркім өз таңдаған жақсы. Мамандық таңдауда жоғарғы оқудың қажеті онша өте керегі емес. Әркім өз таңдауымен таңдағаны дұрыс деп ойлаймын. Не обязательно өте керек. Бүгінгі ой бөлісу жақсы өтті. жақсы апа яғни ойландырған ақпарат немерелерімізге мамандық таңдауды көмектесеміз бе дегендей соны өйткені мамандық таңдауға кедергі жасамау керек балаларға. Әркім өзі мамандығын таңдау керек қой балалар өздері. Сол. Sonra өлім жолдарымен аяқтағым келеді. Қасты да жеңер ме сенемін, ақыл сана біліммен өнер ме сенемін, арым таза ақ көңіл адалдыққа сенемін, абыройлы ақ ниет адамдыққа сенемін. Назарларыңызға рахмет.